әртүрлі 6 жәшік пен 4 ақ және 3 қара шар бар. Әр жәшікте бір шардан болатындай етіп, барлық шарды жәшіктерге қанша тәсілмен салуға болады. Бүйтуге болады, енді 4 ақ шарды 6 жәшікке салудың комбинациясы ол бізде С болады. С 6-да 4. Сонда төртеуін орналастырады да ылғи да екі бос жәшік болады. Оған мына 3 қараның екеуін салып отырады. Яғни ол қайтып айтсам болады. Мына формаға әсер етпейді, тек бос орынға қара түсіп отырады. Сонымен қатар тағы оған мына тәсілдерді қосуға болады. Яғни С 6 3, яғни 6 шарға 6 орын бар. Соның үшеуіне қара шарды орналастырам. Қалған 3 бос орынға 4 ақты орналастыра береді. Мінекей. Сонда бізде орын маңызды емес сыны қолданамыз. Осыдан жауап шығады. Сонда мынау 6 факториал бөлемін 4 факториал, 2 факториал, 6 факториал, 3 факториал, 3 факториал. 4 факториал кетеді, мына жер 5 пен 6 болады. 3 факториал кетеді, мына жақ 4, 5, 6 болады. 4, 5, 6. 3 факториал 6-ға тең, мынау кетіп қалады. 2 факториал 2-ге тең, мынау кетеді. Сонда бізде 5 үшім, мына теңі бар екен ғой. 5 үшім 15, 4 бесім 20. Сонда 35 деген жауап шығады. Жауабы 35.